сіздерге мен осы компанияны мен басында сенген жоқпын, бірақ та алып іштім. 1 март күні алып іштім. Мен ақпан айында УЗИға түскен кезде менде өтімде тас бар, бүйрегім сол жағың размері үлкен оң жағынан деген бүйрегімде аппақ тұзғақтар кеткен деген. Содан мен ойладым, болды енді уже. Тек қана операциямен ғана алдыртамын. Мен сол анау немедегі қыздың өзге айтқан, УЗИға түсірген қыздың өзге айтқан, жоқ бұның емі жоқ тастың. Тек қана операциямен алдыртасыз. Система уколмен тек қана неме жаңағыдай іші тазарады, өтің деп ше. Ал былай тас кетпейді деген. Сосын маған есік қаласынан Қарлығаш деген спонсор мен қазір. Сол кісі осыны алып стенкам беріп жіберді. Сосын бірақ та мен сенбедім оған ше. Сосын мен каждый раз мені іштің ба таңертең кешке звондап сөйтіп тұрды. Сосын 10 күннен кейін маған айтты, гарантия тасыңды барып тексеріп көрші деп қоймай қалды. Мен сенген жоқпын. Какой-то сладкий деп ше. Бұл мүмкін емес деді. Бізге андай аштығы керек қой. Сондай болса ғана сенеміз дейтеміз ғой. Мына сладкий болғаннан кейін сенген жоқпын. Содан кейін мән берген жоқпын, сол баяғы 4000 теңгемді қимай УЗИға ше. Сөйтіп түскен жоқпын, бірақ та үзбей ішіп жүрдім. 15 күн дегенде тағы да істі, маған тағы да сенген жоқпын. Түспедім УЗИға ше. Сосын ровно 30 март күні 30 күн болғанда мен осын бардым да УЗИға түстім. УЗИға түсіп, өтіңде таза, өтте неме жоқ дейді ше. Бүйректе таза. Өтіңде тас жоқ дейді. И бүйрегінің екінші размер бірдей дейді ше. Тап-таза дейді. Шок сенбедім ғой. Қалай қандай? Таңертең асын жартыласы іштім. 1 сағат маған негізі 40 минут деген 40 минут тамаша, бірақ мен 1 сағат ішпедім ше. Ал басын кешке іштім. Ровно 1 айдан кейін УЗИға түстім. Ровно 1 айдан. Бірақ та әлі бітпеген болатын. Сосын 1 ай бірақ та іштім ғой. УЗИден кейін де бірақ та ем болсын. Содан кейін жаңағы енді басында сенген жоқпын. Басында мен айтқам негіз бұл қызға. Бұл кісі маған магазинға келіп, магазиндан ғой өзім. Мына қыз маған 2-3 ай бұрын келіп айтқан. Холодный контакт па? Холодный контакт. Басымды қатырмаш, бұндай жек көрінген деген ше. Басында маған сенбейін осы. Сенбей дегендер көп қой қазір ше, компания көп. Бірақ мен ондай ұнатпайтын ше, біз анау былай ақша бердік, былай алып сауда жасап үйреніп қалғанбыз ғой, қара жұмыспен солай. Сосын мына қызға әлі ренжиді маған ше. Маған ем болсын. Бірінші жүйінші менен сұрады ғой, терезеден сосын білмеймін енді осы рахмет осы компанияға. Басқа түсінетін еді. Содан кейін осыны іштім. Қазір енді өзімнің туысқандарыммен өзім сенбедім, қазір туысқан туғандарым бәріне. Ауылдар ішінде хотя ауырмайтын адам жоқ қой қазір. Өзіне өтті ғой енді. Содан айтамын да, хотя бүйрегімді